алдарында тұрған суретте қай ертегінің кейіпкерлері тұр деп ойлайсыңдар? Мақтағыз бен мысық. Дұрыс айтасыңдар балалар. Мақтағыз бен мысық ертегісін Ыбырай Алтынсарин атты жазған екен, иә балалар? Ендеше бүгінгі ашық оқу іс-әрекетіміздің тақырыбы Мақтағыз бен мысық ертегісіне саяхат деп аталады. Балалар, біз қазір ертегіге саяхатқа шығамыз. Жолда көптеген кедергілер кездеседі. Сол кедергілерден өтуге дайынбыз ба? Иә! Жарайсыңдар балалар. Ендеше бастаймыз. Ертеде, ешкі құйрығы кетеде. Мақтағыз бен мысық дос болыпты. Бір күні Мақтағыз үйін жинап жүріп, мейіз тауып алады. Ол мейізді жалғыз өзі жегісі келмей, досы мысықты шақырады. Мысығым тарғы жақсысын, азанда да кешке де бетін жуғамсым. Пішпеш десен келе ғой, айтқанға көне ғой. Шақырғанда пішпештеп, мяу-мяу деп сынды бере ғой. Мысығы келмегеннен кейін Мақтағыз өзі мейізді жеп қояды. Біраз уақыт өткеннен кейін мысығы келеді. Менің атым мысық, екі көзім қысық, тышқан аулап отырам, сүт көжемді ішіп. Мақтағыз, сен мені неге шақырдың? Айтпай, айтпасаң айтпа, онда мен сен қатыңды төгем. Ой, сен не істедің? Онда мен сенің құйрығыңды жуып алам. Мақтағыз, құйрығымды берші, онда сен маған бермейін. Сен маған қатық кел. Жарайды. Жарайды деп мысық қатық іздеуге жолға шығады. Келе жатып алдынан сиыр кездеседі. Менің атым сиыр. Өрсім? Өрсім алыс.